Адам ғайыптық болмыс. Бұл дүниеде мағынасыз ит тіршілікке жегіле берсе, өмірден жалығады. Өміріне мән тарту үшін мәңгі жойылмас мұрат іздейді. Себебі адам ұлы мұрат үшін өмір сүре алатын жалғыз тіршілік иесі. Ол мұратқа ұмтылғанда өмірден мән іздеу дертіне шалдығады. Дертті кісі ғұмырын мағынасыз өткізуге көнбейді. Биік мұраттың сәулесі оны ынтық етіп тұрады. Ол той думан мен ішіп жемнен жалығып депрессияға түседі. Депрессия өмірде мән барына дәлел. Мән болмаса, депрессия сезімі де болмауы тиіс. Көкірегі рухани, мәдени, әдеби құндылыққа бай адам тұйықталған өмірді бұзып шығып, өнегелі өмірді сомдайды. Ғалымдар рухани құндылықтарды менің қазіргі күйіммен келешекте болуға тиісті хәлім деген екі түрлі хәлдің арасын жалғайтын рухани көпір дейді. Барым да, нарым да осы күйімде қабылда. Мені өзгертетін сен емессің дейтін типтер еш жерге сыймай айналасын мезі қылады. Мұндай позиция адамның өзгеріп өркендей алатын қасиетін терістейді. Ал келешекте болуға тиісті хәлім позициясын қабылдаған адамдар үздіксіз дамуға бейім тұрады. Олар сәт сайын ақыл парасатын дамытып отырмаса тұншыға бастайды. Сол үшін идеалға мұқтаж. Әсілі мынадай адам болуым керек еді деп идеалға ұқсауға ұмтылады. Кемелдікке ұмтылу үшін еркіндік керек. Ерік жігерін уысына түсірген тұлға борыш арқалаудан қашпайды. Ал борыш адамға жауапкершілік жүктейді. Жауапкершілік жоқ жерде еркіндікте болмайды. Болса да одан пайда жоқ. Жауапкершілік алмайтын пенде қайырсыз, құмарлықтың бір түріне жұтылып құриды.